Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін бассейнге барамыз. Осылай озвучка жасауға тура келді, өйткені даусым бір жерде шығып, бір жерде шықпай қалыпты. Бассейнге бару үшін бірнеше заттарымызды дайындап алдық. Айзере, Ұлдана, Иман, жалынды сәлем үшеуінен. Ой, мына жерде деген барлығымыз один домадағыдай жүрміз ғой. Біреуіміз ана бөлмеге кіріп, біреуіміз мына бөлмеге кіріп дайындалып жатырмыз. Негізі біз бүгін Айзере мен Аяның нағашыларының үйіне, яғни менің ата-анамның үйіне қыдырып келгенбіз. Осы жерде барлық туған туысқандар бассейнге бармақшымыз. Бассейндегі барлық қызықтарды сіздерге озвучка жасап айтып беремін. Менімен бірге болыңыздар. Машинаға барлығымыз секіріп мініп алдық та, әрқайсымыз әр машинаға бөліндік. Айзере мен Ая басқа машинаға мінді, Иман басқа машинаға мінді. Біз Дана екеуміз осы бір машинаға мініп алып, 4 машина болып демалуға келдік. Мына 3 қаншайым жүгіріп келе жатыр ғой бізді көріп. Қысқасы бассейн осындай үлкен екен. Ішінде адасып қалуға болады ғой. Менің зарядкам бітіп жатты, сондықтан көп жерлерін түсіріп үлгере алмадым. Барынша сіздерге бассейнді ашып көрсетуге тырыстым. Артық кем жер болса айып етпейсіздер. Бізде мына жерде 16 бала-шаға. Сол 16 бала-шағаға 16 баллон әкеп берген ғой менің анам, әжелері. Сол мен қайсы баллонмен қайтып шомыларларын білмей, барлығы аяқтарына біреу, қолдарына біреу, мойындарына біреу баллон тағып алған ғой. Баллон көп шомылатын. Өткенде бір бассейнге барғанда қымбат алғанбыз, сондай шомылатын бассейннен. Сөйтіп базардан әкеп берді баллонды әжелері. Шашлык, палауды біз үйден дайындап әкелдік, үйден пісіріп әкелдік. Қазанмен көтеріп әкеле салдық, дайын машина болғандықтан. Негізі бірақ осы жерде ошақ, от, қазан барлығы бар. Осы жерден пісіріп алсаң да болады. Біз шашлыкты де үйден пісіріп әкелдік. Осында пісірсең де болады екен. Өйткені біз кішкентай балалармен әбір жейміз дедік. Сондықтан самсаны, тамақты, шашлыкты барлығын үйден дайындап, өзіміз қолымыздан пісіріп алып келдік. Бұл жерде қыздар уже бір реттен суға түсіп шомылып алды. Сөйтіп қарнымыз ашып қалды, суға түскен екен, кәдімгідей қарнымыз ашып тамақтанып отырмыз. Достар, бұл бассейннің демалыс орнының аты Жеті бұлақ деп аталады. Яғни бұл жерде жердің астынан 7 жерінен су шығады екен. Таза мөлдір су, кәдімгі іше беруге болады. Қолымызбен алып іштік, біз өте таза су ғой. Кәдімгідей шөлін қанат мұздай сап салқын су. Мен өзім осы жерге бұлақтан су ішуге келгем. Артымнан Айзерелер де жетіп жүгіріп келіпті, бізде бұлақтан су ішеміз деп. Әнемні баклашкамен су алып жатыр бұлақтан. Кәдімгідей енді табиғаттың керемет көрінісі ғой достар. Кереметі деп айтсаң болады табиғаттың. Қараңдаршы, тазалығын мөлдір ғой. Аяқ киіммен түсірмейді екен бұл жерде суға, тек аяқ киіміңді шешіп кіресің. Және бұлақтан су алатын жерге жақынырақ барып отыруға болмайды. Өйткені ол жерден адамдар су ішуге су алады. Суының мұздайлығын айта алмаймын. Өте қатты тастай мұздай. Менің түрімді көрдіңіздер ме достар? Шляпамен орыстың әйелдері ұқсап тұрмын ғой. Шляпа киіп жүрмесең мүмкін емес, мына жердің ыстықтығынан кәдімге қарайып күйіп кетесің. Су өте мұздай, судың буланып атқан көріп атсырсыздар ма? Күн ыстық, су мұздай, су кәдімге төбеге буланып көтеріліп атыр. Су мұздай, өте мұздай, қатты тоңып қаласың, бірақ бұлақтың су болғандықтан ауырмайсың. Енді балалардың барлығы мәз-мейрам болып шомылып жүр ғой. Бірақ мен суға көп түспедім, өйткені мұздай жаурадым. Кәдімгідей кішкентай балаларға білінбейді судың мұздайлығы, кәдімгідей шомылып жүр.
Осындай қызықтар болды достар. Барлығын түсіруге тырыстым, зарядкам өшіп жатса да. Біздің осы шағын озвучкамен жасалған видеомызға лайк басып қойыңыздар, бізді қолдап қойыңыздар. Барынша қыздарды түсіруге тырыстым, Айзере мен Аяны, бірақ олар маған ұстатпай, ана бассейнге бір, мына бассейнге бір жүгіріп кете берді. Дана қасымда болды, сондықтан Дананы көп түсірдім. Бізге лайк басып қойыңыздар.